шалған биік бастарын, таулардың жайлап тастарын, Айдаһар өмір сүріпті, патша боп көп жыл тұрыпты. Жылдардан жылдар өткенде, кәрілік жылжып жеткенде, қайраты қайтып бұрынғы Айдаһар дертке ұрынды. Өмірдің соңғы кешінде Айдаһар алды есіне, құдіретті күшті кездерін, маңайын жайпа безгенін, жалмаған, жұтқан шақтарын, жанышқан, қысқан уақтарын. Айдаһар еттен арылды, тынысы әбден тарылды. Нөгерлер сасып сабылды, не істерін білмей маңырды. Адырдың арты жар еді, қу түлкі сонда бар еді. Кей дерттемдеп жазатын, өнері ептеп болатын. Ауруға түлкі келеді, тамырын ұстап көреді. Тәтті қан іздеп тапсаңыз, жазылар деді патшамыз. Түрліше амал қылады, сүйегін балық сынады. Жан берсе қан балыққа, патша да келмек қалыпқа. Біз тұмсық маса бар еді, ішкен ылғи қан еді. Келместен сөзге ол енді шөлмек талып жөнелді.
Масадай малғын зұлымға жамандық жасау қиын ба? Бесікте жатқан нәресте ең жұмсақ жемтік емес пе? Деді де шақты баланы шырылдап бала қалады. Көрбет сынап балықты, жан бүтіп асыр салыпты. Айдаһар сымды алыпта, ендеше келмек қалыпқа. Қайтадан жұртты қан қылмақ, дүниені ойран шаң қылмақ. Зұлымдыққа қанығас, бар еді бір қарлығаш. Естіп мына сұмдықты, жүрек оның түршікті. Жөнелді іздеп масаны, қырлардан қырға асады. Айдаһарға жеткізбей, тиістемін еткізбей, зұлымның көзін жоймақшы, масаны жұтып қоймақшы. Қатерсіз күрес қайда бар? Қарлығаштың айдаһар құйрығын жұлып алыпты, айыр боп содан қалыпты. Сонымен нәзік қарлығаш, болса да әлсіз салдырмаш, көрсеті берлік табанды, қалыпты қорғап адамды.